Күнделікті тұрмыста бала екеуіңіз орта қабылдаған шешімді кейде бала орындамаса, сіз үмітсізденіп салыныңыз суға кете ме? Төменге лүпіл басып арнаға тіркеліңіз. Кейде бір бөлім ата-аналар айттым ғой, балам тағы қайталады деп үмітсізденіп қалады. Бірақ кез келген жаңа әдетке уақыт керек. Бала жаңа әдетті бір күнде меңгеріп кетпейді. Шешім қабылдаған соң оны бірнеше күн бойы баламен бірге орындаңыз. Еске салыңыз, шабыттандырыңыз, қолдаңыз. Сонда ғана бала бір әдетті ақырындап өзіне қалыптастырып үлгереді. Өйткені тәрбие бір күндік нәтиже емес. Ол күн сайынғы кішкене қадамдар арқылы нәтиже беретін жұмыс. Сондықтан баланың мінсіз болуын емес, қайта оның кешегіден кішкене алға жылжығанын көрсеңіз, бұл үлкен жетістік. Ал сіз қалай ойлайсыз? Осыған қосыласыз ба? Төменге ашық алаңға пікір қалдырыңыз және басқалармен бөлісуді ұмытпаңыз.